Қарулы қақтығыс бір-біріне қарсы тұратын күштер арасындағы әскери қимылдар. Онда белгілі бір саяси, экономикалық, әскери тағы басқа мақсаттарға жету үшін ұйымдасқан түрде қарулы соғыс құралдары қолданылады. Қарулы қақтығыс кезінде мемлекеттер әртүрлі мүдделерді көздейтін саяси күштер әлеуметтік топтар арасындағы қарама-қайшылықтарды шешуді мақсат етеді. Әлеуметтік саяси, ұлттық, діни, аймақтық және басқа да негіздерде қарулы күреске, әскери жанжалға ұласып, адам шығындарына әкелуі мүмкін. Қарулы қақтығыс мемлекеттің қоғамдық саяси дамуына кері әсер етіп, оның ішкі қауіпсіздігіне, саяси тұрақтылығына нұқсан келтіреді. Соңғы 10 жылдықтардың ішінде Африка ғаламшарымыздағы ең қақтығысқа қауіпті аймаққа айналды. Сондықтан оны жиі қақтығыстар континенті немесе қайнап тұрған континент деп атай бастады. Отарлық дәуірден кейін мұнда 35 қарулы қақтығыс тіркелген. Көптеген қақтығыстардың негізінде этникалық сипаттағы себептер жатыр. Бұл Африка халқының этникалық құрамының күрделілігімен түсіндіріледі.